28 тамыз 2025, жұлдыздар сіздің жағыңызда. Күннің энергиясы бүгін ерекше. 28 тамыз көптеген жұлдыз белгілері үшін жаңа бастамалардың, күтпеген мүмкіндіктердің және табысқа жол ашатын күн. Жұлдыздар ескертіп тұрғандай, егер сеніммен қадам жасасаңыз, барлық салада алға ілгерілеу күтіп тұр. Бұл күні кейбір белгілер қаржы жағынан қуанышты жаңалық естиді, ал кейбіреулер үшін махаббатта жаңа кезең басталады. Денсаулыққа да назар аударған жөн, себебі энергия артып тұр. Тоқты. 28 тамыз тоқтылар үшін ерекше қуат пен шабыт сыйлайтын күн болмақ. Сіздің бойыңыздағы жігер мен қайрат бүгін өз орнын тауып, жаңа мүмкіндіктерді ашады. Бұл күні сіздің ішкі энергияңыз артып, айналаңыздағы адамдар да сіздің позитивіңізді сезеді. Жұмыс пен табыс. Бүгін тоқтылардың кәсіби саласы жанданады. Сізге жаңа жобалар, тосын ұсыныстар немесе қосымша табыс әкелетін мүмкіндіктер берілуі мүмкін. Әсіресе таңертеңгі сағаттарда іскерлік кездесулерге, келісімдерге қолайлы сәт туады. Егер бұрыннан ойыңызда жүрген жоспар болса, оны жүзеге асыруға бүгінгі күн таптырмасы мүмкіндік. Қаржылық жағынан да тұрақтылық байқалады, тіпті күтпеген жерден пайда келуі ықтимал. Махаббат пен қарым-қатынас. Бұл күнде жүрек істеріне ерекше жылулық енетін болады. Отбасылы тоқтылардың шаңырағында түсіністік пен сыйластық артады. Ал бойдақ тоқтылар үшін ғажайып кездесу күтіп тұр, ол сіздің өміріңізді түбегейлі өзгертуі мүмкін. Ең қызығы, дәл бүгін сіздің жұлдыздарыңыз махаббат энергиясына толы, сондықтан сіз айналаңызға ерекше тартымдылықпен көрінесіз. Үйлену мен маңызды күндер. 28 тамыз тоқтылар үшін махаббат пен тұрақтылықты күшейтетін күн. Егер осы күні атастырылу, үйлену немесе сөз салу жоспарланса, одақ берік әрі бақытты болады. Ал жұлдыздар алдағы қыркүйектің алғашқы апталарында үйлену үшін сәтті кезең деп көрсетіп тұр. Бірақ қыркүйектің 10 мен 15 арасындағы күндерде той жасаудан абай болған жөн, себебі ол уақытта Ай мен Марс жағымсыз байланыста болады. Денсаулық. Тоқтылардың денсаулығы бүгін мықты болады. Бойыңызға күш-қуат толып сергіп жүресіз. Алайда жұлдыздар шамадан тыс жүктемеден сақ болуға кеңес береді. Жаяу серуендеу, таза ауада демалу және дұрыс тамақтану сіздің энергияңызды ұзақ уақыт сақтауға көмектеседі. Қиындықтар мен кеңес. Кейбір тоқтылар үшін асығыс шешім қабылдау қаупі бар. Бүгін эмоцияға беріліп кетпей, бәрін ақылмен шешуге тырысыңыз. Жұлдыздар сабырлылық пен жоспарға берік болуды ұсынады. Сонда кез келген кедергіні оңай еңсересіз. Қорытынды. 28 тамыз тоқтылар үшін қуатқа толы, табысты әрі махаббатқа бай күн. Жұлдыздар сіздің бастаған ісіңізді қолдап тұр. Әсіресе қарым-қатынас, жаңа табыс көздері мен тұрақтылықты орнатуға қолайлы уақыт. Бүгінгі күн сізге болашақта үлкен өзгерістер әкелетін маңызды қадамдарды бастауға көмектеседі. Торпақ. 28 тамыз торпақтар үшін ерекше үйлесімділік пен тыныштық сыйлайтын күн. Сіздің сабырлы мінезіңіз бен берік ұстанымдарыңыз бүгінгі оқиғаларға нық қадам басуға көмектеседі. Күн бойы сіздің төзімділігіңіз бен еңбекқорлығыңыз бағаланып, еңбегіңіздің жемісін көресіз. Жұмыс пен табыс. Бұл күн торпақтар үшін табысты келісімдерге, тұрақты табысқа және жаңа қаржылық мүмкіндіктерге толы болады. Сізге бұрынғыдан да сенімді ұсыныстар түсуі мүмкін, әсіресе материалдық тұрақтылыққа байланысты жаңалықтар күтілуде. Қызметте басшылар немесе әріптестер сіздің еңбекқорлығыңызды жоғары бағалап, алдағы уақытта сенімді жобалар тапсыруы ықтимал. Кәсіппен айналысатын торпақтар үшін бүгін табысты серіктестік орнатуға қолайлы күн. Махаббат пен қарым-қатынас. Сезімге адал торпақтар үшін 28 тамыз жүрекке жылулық беретін сәттер күні. Отбасылы торпақтар үшін шаңырақтағы тыныштық пен сыйластық артады. Жақындарыңыз сізге ерекше қолдау көрсетеді. Ал бойдақ торпақтар үшін тағдыр күтпеген жерден бір жанды жолықтыруы мүмкін. Бұл кездесу ұзаққа созылатын махаббатқа бастау болуы ықтимал. Үйлену мен маңызды күндер.
Жұлдыздар бүгінгі күнді некеге тұруға, сөз салуға, немесе үлкен той жасауға қолайлы деп көрсетеді. Егер 28 тамызда қарым-қатынасты заңдастырсаңыз, ол одақ ұзақ әрі берік болады. Қыркүйектің алғашқы күндері де торпақтарға жақсы әсер береді, бірақ қыркүйектің 12-14 күндері аралығында тым маңызды шешім қабылдаудан аулақ болған жөн. Денсаулық. Торпақтардың бүгінгі денсаулығы көңіл қуантады. Энергияңыз жеткілікті, көңіл күйіңіз көтеріңкі болады. Алайда дене қозғалысына уақыт бөлуді ұмытпағаныңыз жөн. Әсіресе таза ауада серуендеу, йога немесе жеңіл жаттығулар сіздің бойыңызды сергітіп, ойыңызды тыныштандырады. Қиындықтар мен кеңес. Кейде торпақтар қырсықтығымен өздеріне кедергі келтіруі мүмкін. 28 тамызда тым қатаң ұстанымнан гөрі аздап икемді болуға тырысыңыз. Жұлдыздар өзгелердің пікірін тыңдап, ортақ мәмілеге келгенде сіздің жолыңыз одан әрі ашылатынын айтады. Қорытынды. 28 тамыз торпақтар үшін материалдық тұрақтылықты нығайтып, махаббат пен түсіністікке толы болашаққа жол ашатын күн. Бүгінгі күні қабылдаған шешімдеріңіз алдағы аптаға ғана емес, ұзақ уақытқа әсер етуі мүмкін. Сондықтан сеніммен әрекет етіп, жүрегіңізді тыңдаңыз, жұлдыздар сіздің жолыңызды ашып тұр. Егіздер. 28 тамыз егіздер үшін ерекше сергектік пен шабытқа толы күн. Сіздің өмірге деген жеңіл көзқарасыңыз, ширақ ойыңыз және тез бейімделгіш қасиеттеріңіз айналаңыздағы адамдарды таңғалдырады. Бүгінгі күн сізге жаңа мүмкіндіктер есігін айқара ашпақ. Жұмыс пен табыс. Егіздер үшін бұл күн идеяларға, жаңа жобаларға, серіктестікке толы болады. Егер шығармашылық салада жүрсеңіз, ерекше шабыт алып, өзгелерге ұнайтын нәтижелі жұмыс жасайсыз. Қызметте бастықтардан мақтау алып, әріптестеріңіз сіздің ширақ қимылыңызды жоғары бағалайды. Жаңа табыс көздері пайда болуы мүмкін, әсіресе интернет, әлеуметтік желі, сауда немесе байланыс саласында жүрген егіздер үшін қаржылық мүмкіндіктер артады. Махаббат пен қарым-қатынас. Егіздер әрқашан көңілді, ақжарқын болуымен ерекшеленеді. 28 тамызда жақындарыңызбен қарым-қатынас одан сайын нығайып, арада түсіністік орнайды. Бойдақ егіздер үшін тағдыр тосын сый әзірлеп қойған, күтпеген кездесулер жүрегіңізді елжіретіп, өміріңізді түбегейлі өзгертуі ықтимал. Ал отбасылы егіздер үшін шаңырақта жылы әңгімелер, қуанышты жаңалықтар күтілуде. Үйлену мен маңызды күндер. Жұлдыздар бүгінгі күнді қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтеру үшін қолайлы деп көрсетеді. Сүйгеніңізге ұсыныс жасауға, неке қиюға, немесе болашаққа бірлескен жоспар құруға тамаша уақыт. 28 тамызда басталған махаббат хикаясы шынайы сенім мен сыйластыққа негізделеді. Денсаулық. Егіздердің бүгінгі энергиясы тасып тұр. Көңіл күйіңіз көтеріңкі, өзіңізді еркін сезінесіз. Спортқа немесе биге қатысу денсаулығыңызды нығайтып қана қоймай, шабыт пен шаттық сыйлайды. Тек дұрыс ұйқы мен тамақтануға көңіл бөліңіз, себебі энергияңыздың көптігі сізді артық шаршатуы мүмкін. Қиындықтар мен кеңес. Егіздердің басты әлсіздігі тұрақсыздық. Бүгінгі күні тым шашылып кетпей, бір істі соңына дейін жеткізуге тырысыңыз. Жұлдыздар сізге ойыңызды жүйелеп, нақты жоспар құрсаңыз, жолыңыздың ашылатынын айтады. Қорытынды. 28 тамыз егіздер үшін шабытқа, жаңа таныстықтарға, табысқа толы күн. Сіздің ақылыңыз бен шапшаңдығыңыз көп есікті ашады. Бүгінгі күнді позитивпен қарсы алыңыз, сонда жұлдыздар сізге қолдау көрсетіп, өміріңізге жарқын мүмкіндіктер сыйлайды. Шаян. 28 тамыз шаяндар үшін ерекше жылы, жүрекке жақын күн болмақ. Сіздің табиғи мейіріміңіз, қамқорлығыңыз бен сезімталдығыңыз адамдарды өзіңізге тартады. Бұл күнде жұлдыздар сізге жаңа мүмкіндіктер мен қуанышты сәттер сыйлайды. Жұмыс пен табыс. Шаяндар еңбекқор әрі жауапкершілікті болғандықтан, бүгінгі күні жұмыстағы істеріңіз жақсы алға жетеді. Күтпеген жерден қаржылық табыс келуі мүмкін, сыйақы, бонустар, тіпті бұрын жоспарланбаған қосымша табыс көзі ашылуы ықтимал. Өз бизнесіңіз болса, жаңа серіктестікке қол жеткізесіз.
Жұмыс орнында беделіңіз артып, әріптестер сізді сенімді адам ретінде бағалайды. Махаббат пен қарым-қатынас. 28 тамызда жүрек істерінде сәттіліктер күтіп тұр. Шаяндар үшін бұл күн махаббатқа толы, романтикалық көңіл күй сыйлайтын сәт. Бойдақтар үшін тағдырлы кездесулер орын алуы мүмкін, ал сүйген жандары бар шаяндар қарым-қатынасын одан әрі нығайтады. Жұлдыздар отбасы ішінде үйлесімділік пен татулық болатынын айтады. Үйдегі атмосфера ерекше жылы, жайлы күйге енеді. Маңызды сәттер. Бұл күнді отбасылық мерекелерге, үйге қонақ шақыруға, немесе достармен бас қосуға арнасаңыз, қуаныш пен шаттық көбейеді. Шаяндар үшін үйдің энергиясы өте маңызды, сондықтан бүгін үйге көңіл бөлу, кішкентай өзгерістер жасау, жаңа зат алу, үйді жинастыру, гүл отырғызу жақсы әсер береді. Денсаулық. Шаяндардың бүгінгі энергиясы тұрақты, бірақ сәл эмоциялық толқулар болуы мүмкін. Сізге демалуға уақыт бөлу, табиғатқа шығу, жылы суға шомылу пайдалы болады. Асқазан мен жүйке жүйесін қорғаңыз. Дұрыс тамақтанып, кешкісін жылы шай ішіп, ерте ұйықтаған абзал. Кеңес. Бүгін сізге ең үлкен күш отбасыңыздың қолдауы. Сол себепті жақындарыңызбен көбірек уақыт өткізіңіз. Жұлдыздар алдағы күндерде жаңа табыстар мен қуанышты оқиғалардың болатынын көрсетеді. Қорытынды. 28 тамыз шаяндар үшін жүрекке тыныштық, жанға мейірім сыйлайтын күн. Сізді қуаныш пен махаббат күтіп тұр. Бүгінгі күнді отбасыңызға, сүйікті істеріңізге арнасаңыз, жұлдыздар сізге ерекше сәттілік сыйлайды. Арыстан. 28 тамыз арыстандар үшін нағыз жарқырау, өз күшін көрсету күні. Бұл күні сіздің харизмаңыз, батылдығыңыз бен көшбасшылық қабілетіңіз ерекше байқалады. Жұлдыздар сізді қолдап, алға қойған мақсаттарыңызға жақындатады. Жұмыс пен табыс. Бүгін жұмыс орнында сіздің беделіңіз артады. Әдеттегідей табандылық пен сенімділіктің арқасында әріптестер сізге қарап бой түзейді. Қаржылық тұрғыдан да жақсы жаңалықтар бар. Жоспарлаған табыстар келуі мүмкін, бұрынғы еңбегіңіз көп. Егер бизнес ашуды ойлап жүрсеңіз, жұлдыздар қолайлы мүмкіндік береді. Жаңа жобалардан табыс табасыз. Махаббат пен қарым-қатынас. Арыстандардың жүрегі 28 тамызда жылылық пен сүйіспеншілікке толы болады. Отбасылы арыстандар үшін бұл күн татулық пен қуанышқа толы уақыт. Жақыныңыз сізге ерекше қолдау көрсетеді. Бойдақ арыстандар үшін тосыннан романтикалық танысу болуы мүмкін. Бүгінгі кездесулер жүрегіңізді баурап алып, болашаққа сенім ұялатады. Маңызды сәттер. Бұл күнді шығармашылықпен айналысуға арнасаңыз да сәтті болады. Өнерге, сахнаға, шығармашылыққа бейім арыстандар үшін шабыттасып тұр. Қоғамдық шараларға қатысу, достармен бас қосу сізді одан әрі шабыттандырады. Денсаулық. Энергияңыз мол, бірақ асыра күш жұмсамаған абзал. Бел мен жүрекке қамқорлық жасаңыз. Жаяу серуендеу, таза ауада уақыт өткізу сізді қалпына келтіреді. Спортпен айналысқыңыз келсе, ауыр жаттығулардан гөрі жеңіл қозғалыс пайдалырақ болады. Кеңес. Бүгін батылдығыңызды көрсетуден қорықпаңыз. Алдыңыздан ашылатын мүмкіндіктерді пайдаланыңыз. Сіздің күніңіз жарқын, тек позитив ойласаңыз, барлығы ойдағыдай болады. Қорытынды. 28 тамыз арыстандар үшін жарқырау, шабыт және табыс күні. Бұл күні жүрегіңіз қуанышқа толып, айналаңыздағы адамдар сіздің энергияңыздан күш алады. Сіздің өміріңізде жаңа жетістіктер басталғалы тұр. Бикеш. 28 тамыз бикештер үшін ерекше қолайлы, сәтті күндердің бірі. Сіздің ұқыптылығыңыз бен жауапкершілігіңіз бұл күні ең жоғары бағаланады. Бүгін жасаған жоспарларыңыз алдағы апталарда үлкен табысқа жетелейді. Жұмыс пен табыс. Жұмыс орнында сіздің іскерлігіңіз көзге түседі. Әдеттегідей ұсақ түйекке дейін назар аударып, бәрін реттеп жүрген бикештер үшін басшылық тарапынан мақтау, ал әріптестер тарапынан сенім күшейеді. Қаржылық тұрғыда жаңа табыс көздері ашылуы мүмкін. Күтпеген жерден қосымша пайда келуі ықтимал. Өз кәсібіңіз болса, клиенттер саны артады. Махаббат пен қарым-қатынас. Отбасылы бикештер үшін бұл күн татулық пен сүйіспеншілікке толы.
Жақыныңызға жылы сөз айтып, шағын сыйлық жасаңыз, қарым-қатынасты одан әрі нығайтады. Ал жалғыз жүрген бикештер үшін бұл күн жаңа таныстық әкелуі мүмкін. Жұлдыздар жаңа махаббатқа есік ашып тұр. Тек өзіңізге сеніп, жүрегіңізді тыңдасаңыз жеткілікті. Маңызды сәттер. Бұл күнді тәртіпке келтіру, жоспар құру, жаңа істі бастау үшін қолданған дұрыс. Шығармашылықпен айналысуға да шабыт молаяды. Сізді көптен бері мазалап жүрген ойлар шешімін табады. Жақындарыңызбен немесе достарыңызбен бас қосып, жан дүниеңізді демалдыра аласыз. Денсаулық. Жұлдыздар сіздің денсаулығыңызға қолдау көрсетеді. Бірақ асқазан мен жүйке жүйесіне аса мән беріңіз. Артық уайымдаудан сақтаныңыз. Жеңіл тағамдар, табиғи сусындар сізге күш-қуат береді. Кешкі серуен немесе йога көңіл күйіңізді көтереді. Кеңес. 28 тамызда барлық істі асықпай, бірақ нақтылықпен жасаңыз. Сіздің еңбегіңіз босқа кетпейді. Күннің басты құпиясы сенім мен тыныштық. Қорытынды. Бұл күн бикештер үшін жемісті әрі жарқын болмақ. Жұмыста табыс, қарым-қатынаста махаббат, ал денсаулықта тыныштық күтіп тұр. Әрбір қадамыңыз сізді жаңа белестерге жетелейді. Таразы. 28 тамыз таразылар үшін үйлесім мен тепе-теңдікті сақтайтын, жұлдыздар ерекше қолдау көрсететін күн. Сізді бұл күні жаңа мүмкіндіктер, жағымды жаңалықтар мен шабыт күтіп тұр. Жұмыс пен табыс. Таразылардың кәсіби өмірінде маңызды кезең басталуы мүмкін. Бұл күні келіссөздер жүргізу, жаңа серіктестік орнату немесе табысты жобаларға қатысуға тамаша мүмкіндік туады. Қаржы мәселесінде оң өзгерістер байқалады, жалақы көбеюі немесе күтпеген бонус түсуі ықтимал. Өзіңіздің әділдігіңіз бен ашық мінезіңіз адамдарға сенім ұялатады, сондықтан серіктестеріңіз сізбен ұзақ мерзімді байланыс орнатуға дайын болады. Махаббат пен қарым-қатынас. Бұл күні махаббат таразыларға ерекше жылулық сыйлайды. Отбасылы таразылар арасында түсіністік артып, бірге өткізген сәттер тәтті естелікке айналады. Ал жалғыз жүргендер үшін романтика есігін қағып тұр. Жаңа таныстық орнауы немесе бұрыннан көңіліңіз бар жанмен жақындасуыңыз. Жұлдыздар сіздің тартымдылығыңызды арттырып тұр, күлімсіреп, өзіңізге сенімді болыңыз. Маңызды сәттер. 28 тамызда таразылар үшін ең сәтті істер шығармашылық, өнер, әсемдікке байланысты жұмыстар. Киім стиліңізді жаңартып, сұлулыққа мән берсеңіз, бұл сізге жаңа серпіліс әкеледі. Сонымен қатар жаңа жоспар құрып, болашаққа нақты мақсат қоюға қолайлы күн. Денсаулық. Денсаулығыңыз жақсы, бірақ дене белсенділігі жетіспеуі мүмкін. Жеңіл жаттығу, билеу немесе таза ауадағы серуен сізге энергия сыйлайды. Көңіл күйді көтеру үшін музыка тыңдаңыз немесе шығармашылықпен айналысыңыз. Кеңес. Таразыларға жұлдыздар асықпай, сабырмен шешім қабылдауды ұсынады. Әр қадамыңызға үйлесім мен баланс қоса білсеңіз, сәтсіздік жоламайды. Қорытынды. 28 тамыз таразылар үшін қуанышты, махаббатқа толы және табысты күн. Әрбір бастамаңыз қолдау тауып, жүрегіңіздегі арманға жақындатады. Бұл күнді сеніммен қарсы алыңыз, жұлдыздар сіздің жағыңызда. Саршаян. 28 тамыз саршаяндар үшін ерекше күш-қуат пен табандылық беретін күн. Жұлдыздар сізді батыл қадамдарға итермелейді. Қандай мақсат қойсаңыз да, алға ұмтылуға күш табасыз. Бұл күн ішкі түйсігіңіз айқын жұмыс істейді, сондықтан жүрегіңізді тыңдаңыз, ол сізді дұрыс жолға бастайды. Жұмыс пен табыс. Саршаяндардың кәсіби жолында жаңа белес күтіп тұр. Әсіресе күрделі тапсырмаларды шешу немесе ұзақтан күткен жобаны аяқтау үшін қолайлы күн. Басшылық сіздің еңбегіңізді бағалайды, ал әріптестер қолдауға дайын болады. Қаржы жағынан да оң өзгерістер бар. Табыс түсуі мүмкін, не болмаса көз. Инвестиция жасау немесе ақшаны дұрыс бағытта пайдалану үшін жақсы мүмкіндік. Махаббат пен қарым-қатынас. Бұл күні махаббат аймағында жаңа тыныс ашылады. Отбасылы саршаяндар арасында сезім қайта жанданып, арадағы түсіністік артады. Қарым-қатынастағы суықтық кетіп, жүректеріңіз бір ырғақта соғады.
Ал жалғыз жүргендер үшін күтпеген таныстық орын алуы мүмкін. Ол таныстық алдағы уақытта тағдырлы қарым-қатынасқа айналуы ықтимал. Романтикалық сезімдерді жасырмай, ашық көрсетіңіз, жұлдыздар сіздің қасыңызға дұрыс адамды тартып тұр. Маңызды сәттер. 28 тамызда саршаяндарға құпия жоспарларын жүзеге асыруға, жаңа мақсаттар қоюға, болашаққа сенімді қадам жасауға тамаша мүмкіндік беріледі. Әсіресе таңертеңгі уақыт жұмысқа, ал кешкі уақыт қарым-қатынас пен отбасына арналса, бәрі теңгерімді болады. Денсаулық. Энергияңыз өте жоғары, бірақ оны дұрыс бағыттау маңызды. Артық уайым мен күйзелістен аулақ болыңыз. Жаяу жүру, суда жүзу немесе тыныс алу жаттығулары сізге сергітеді. Асқазан мен жүйке жүйесіне абай болған жөн. Кеңес. Саршаяндарға жұлдыздар батыл болуға кеңес береді. Бұл күн сізге тосыннан келген мүмкіндікті пайдалану үшін берілгендей. Сенімді қадам жасап, өз орныңызды алыңыз. Қорытынды. 28 тамыз саршаяндар үшін табысты, махаббатқа толы, болашағына сеніммен қарайтын күн. Сізге ашылатын мүмкіндіктердің бәрін қолыңыздан шығармай, жүрегіңізді тыңдап әрекет етіңіз. Мерген. 28 тамыз мергендер үшін шабыт пен еркіндікке толы ерекше күн. Бүгінгі жұлдыздар сіздің өміріңізге жаңа мүмкіндіктер, қуанышты жаңалықтар және жүрекке жақын адамдармен жылы кездесулер сыйламақ. Сізді қолдайтын күш-қуат өте жоғары болады, сондықтан армандарыңызды жүзеге асыру үшін батыл қадам жасай аласыз. Жұмыс пен табыс. Бұл күнде кәсіби салада тың серпіліс күтіп тұр. Басшылық сіздің еңбегіңізді байқайды, жаңа жобаларға сені тапсырады. Қаржылай тұрғыдан да оң өзгерістер бар. Беген сыйақы, премия немесе қосымша табыс көзі пайда болуы мүмкін. Кейбір мергендер үшін бұл күн жаңа жұмыс табуға немесе бұрыннан ойлап жүрген кәсіпке бастауға қолайлы болмақ. Бастысы мүмкіндікті жіберіп алмау. Махаббат пен қарым-қатынас. Жұлдыздар мергендерге ерекше махаббат энергиясын сыйлайды. Отбасылы мергендер үшін бұл күн жылы сөйлесулерге, өзара қолдауға, романтикалық кешке өте ыңғайлы. Қарым-қатынаста түсіністік артып, жүректеріңіз бұрынғыдан да жақындайды. Ал жалғыз жүрген мергендер үшін күтпеген кездесу болуы мүмкін. Ол адам сіздің жүрегіңізді жаулап, болашақ өміріңіздің маңызды бөлігіне айналуы ғажап емес. Маңызды сәттер. 28 тамыз жаңа жоспар құрып, армандарға нақты қадам жасайтын күн. Таңертеңгі уақыт жұмыс пен табысқа, ал кешкі уақыт махаббат пен достыққа арналса, ең жақсы нәтижеге жетесіз. Денсаулық. Энергияңыз тасып тұр, бірақ оны дұрыс пайдалану қажет. Артық тамақтанудан және шаршаудан сақтаныңыз. Белсенді қозғалыс, таза ауада серуендеу, жеңіл спорт сізді қуаттандырады. Кеңес. Мергендерге жұлдыздар жүрегіңіздің қалауын орындауға, еркін әрекет етуге кеңес береді. Сізді ұстап тұрған шектеулерден босап, өз жолыңызды таңдаңыз. Бүгінгі күн жаңа бастамаларға ең қолайлы сәттердің бірі. Қорытынды. 28 тамыз мергендер үшін табысқа жететін, жүрегін махаббатқа ашатын, болашағына сеніммен қарайтын ерекше күн. Армандарыңызға сеніңіз, жұлдыздар сізді қолдап тұр. Тәуешкі. 28 тамыз тәуешкілер үшін табандылық пен еңбекқорлықтың жемісін беретін күн. Бүгінгі жұлдыздар сіздің өміріңізге тұрақтылық, сенімділік және болашаққа қадам сыйлайды. Сізге біраздан бері мазалап жүрген мәселелер шешімін тауып, көңіліңіз орнығады. Жұмыс пен табыс. Тәуешкілер үшін бұл күн қаржылық өсім мен кәсіби табысқа толы. Іскерлік кездесулер, келісім шарттар немесе жаңа жобалар сәтті өтеді. Басшылық сіздің еңбегіңізді бағалап, сенім артады. Кейбір тәуешкілерге күтпеген табыс немесе бонус түсуі мүмкін. Егер өз бизнесіңіз болса, дәл бүгін үлкен пайда келетін шешім қабылдауға қолайлы уақыт. Махаббат пен қарым-қатынас. Отбасылы тәуешкілер үшін бұл күн бір-біріне қамқорлық танытатын, түсіністік артатын сәттерге толы. Қарым-қатынаста бұрынғыдай салқындық жоғалып, махаббаттың жаңа толқыны пайда болуы ықтимал. Жалғыз жүрген тәуешкілер жаңа таныстыққа тап болады. Бұл кездесу алғашында жай әңгімеден басталғанымен, болашақта тағдырлы махаббатқа айналуы ғажап емес.
Маңызды сәттер. 28 тамызда сіздің ең күшті қаруыңыз сабыр мен жүйелілік. Жоспарға беріп болсаңыз, әр істі уақытылы аяқтап жақсы нәтиже аласыз. Кешкі уақытта рухани демалыс, табиғат аясында серуен немесе жақын адамдармен әңгіме жан дүниеңізге тыныштық береді. Денсаулық. Бүгінгі энергияңыз жеткілікті, бірақ артық жұмыс істеп, өзіңізді шаршатудан сақтаныңыз. Омыртқа, буын және жүйке жүйесіне көңіл бөлген жөн. Жеңіл спорт, дұрыс ұйқы сіздің сергек әрі қуатты болуыңызға көмектеседі. Кеңес. Жұлдыздар сізге жолың ашық дейді. Бүгін қабылдаған шешімдер ұзақ уақыт бойы жемісін береді. Сондықтан қорықпай әрекет етіңіз, тағдыр сіздің жағыңызда. Қорытынды. 28 тамыз тәуекелшілер үшін тұрақтылық пен жетістікке толы күн. Жұмыста табыс, қаржылай өсім, махаббатта жылылық пен жақындық күтіп тұр. Бұл күнді дұрыс пайдалансаңыз, алдағы уақытқа мықты негіз қалдырасыз. Су құйғыш. 28 тамыз су құйғыштар үшін шабыт пен жаңа мүмкіндіктер күні. Бұл күн сіздің ерекше ойларыңыз бен шығармашылық қабілеттеріңізді шыңдайды. Жұлдыздар сізді батыл болуға, ішкі түйсігіңізге сенуге шақырады. Жұмыс пен табыс. Бүгін жұмыс орнында күтпеген идеяңыз ескеріліп, басқалар сіздің креативтілігіңізге таңғалуы мүмкін. Жаңа жоба бастауға немесе бұрыннан ойлап жүрген істі жүзеге асыруға қолайлы күн. Қаржы жағынан кішігірім табыс күтіледі, ал кейбір су құйғыштар жаңа табыс көзін табуы ықтимал. Махаббат пен қарым-қатынас. Жұлдыздар сізге романтика келеді. Жақын адамыңызбен жылы сөйлесіп, қарым-қатынасты жаңа деңгейге шығара аласыз. Ал жалғыз жүрген су құйғыштар үшін бүгін ерекше кездесу орын алуы мүмкін, ол адам сіздің өміріңізге жарық сыйлайды. Маңызды сәттер. 28 тамызда адамдармен араласу, жаңа таныстық орнату сізге тек пайда келеді. Достармен бас қосу немесе ортақ жобаларға қатысу рухани байытып көңіл күйіңізді көтереді. Денсаулық. Күніңіз қарбалас болғанымен энергияңыз мол. Дегенмен дұрыс ұйқы мен дұрыс тамақтануды ұмытпаған жөн. Әсіресе жүйке жүйесін тыныштандыратын жеңіл серуен, музыка немесе медитация пайдалы болады. Кеңес. Су құйғыштар үшін ең бастысы өз ойын ашық айту. Ішкі даусыңызды тыңдасаңыз, табысқа жетесіз. Қорытынды. 28 тамыз су құйғыштар үшін шабыт пен махаббатқа толы, жаңа идеялар мен серпіліс әкелетін күн. Бүгін жасаған әрекеттеріңіз ертеңгі үлкен жетістіктердің бастауы болады. Балықтар. 28 тамыз балықтар үшін ерекше нәзік әрі рухани бай күн болғалы тұр. Жұлдыздар сізге шабыт, тыныштық және жаңа мүмкіндіктер сыйлайды. Бұл күнде сіздің жүрегіңіз бен түйсігіңіз қателеспейді. Жұмыс пен табыс. Балықтар үшін бүгінгі күнде жұмыста жаңа бағыт ашылады. Әдетте сіздің қиялшыл мінезіңіз практикалық істерге кедергі болатын, бірақ дәл осы күні ол пайда әкелмек. Шығармашылықпен айналысатын балықтар үшін табысқа жету мүмкіндігі артады. Қаржылық тұрғыда күтпеген ақшалай табыс немесе сыйақы алу ықтимал. Махаббат пен қарым-қатынас. Жұлдыздар сіздің жүрегіңізді жылулыққа толтырады. Жақын адамыңызбен түсіністік артып, бірге уақыт өткізу көңіл күйді көтереді. Жалғыз жүрген балықтар үшін тосыннан пайда болатын таныстық махаббатқа ұласуы мүмкін. Бұл таныстық тамыз айының ең маңызды сәттерінің бірі болуы ғажап емес. Маңызды күн. 28 тамыз қарым-қатынасқа, жаңа адамдармен танысуға және жүрек қалауын тыңдауға ең қолайлы уақыт. Тіпті осы күн айтылған сөздер немесе жасалған кішкентай қадамдар болашағыңызға әсер етуі мүмкін. Денсаулық. Энергияңыз жоғары болады, бірақ эмоцияға берілмеуге тырысыңыз. Жүйкені тыныштандыру үшін табиғатта серуендеу, су жанында уақыт өткізу өте пайдалы. Су сіздің күш-қуатыңызды қайтарады. Кеңес. Өз түйсігіңізге сеніңіз. Сіз үшін бүгінгі күн тек бастама. Алға қойған арманға қадам жасаудан қорықпаңыз. Қорытынды. 28 тамыз балықтар үшін шабыт, махаббат пен тыныштық күні. Жаңа таныстықтар, табыс және рухани жаңару сізге қуаныш сыйлайды. 28 тамыздың жалпы қорытындысы.
Бүгінгі күн барлық жұлдыз белгілері үшін ерекше қуат пен шабыт сыйлайтын күн. Әркім өз өмірінде жаңа мүмкіндіктерге жол ашып, кішкентай болса да үлкен қадамдар жасай алады. Жұмыста табысқа жету, махаббатта жүрек жылуын сезіну, денсаулықта сергектік бәрі үйлесім табады. Жалпы энергия. Бұл күн қарым-қатынасқа, жаңа таныстарға, идеяларды жүзеге асыруға өте қолайлы. Көпшілігіңіз үшін күтпеген жерден жағымды жаңалық, тосын табыс немесе жүрекке жылулық сыйлайтын сәттер орын алады. Жұмыс пен табыс. Әр белгіге жұлдыздар еңбегінің жемісін көруге мүмкіндік береді. Бүгін қолыңызға түскен табыс, келесі жетістіктің бастамасы. Махаббат. Жақын адамдармен түсіністік артады. Көпшілігі үшін романтика мен сезімтал сәттер күтіп тұр. Жалғыз жүргендерге тағдыр тосыннан бір ерекше адамды жолықтыруы ықтимал. Денсаулық. Энергияңыз мол, бастысы ішкі үйлесімді сақтау. Жұлдыздар табиғатта серуендеуді, судың жанында болуды кеңес етеді. Кеңес. 28 тамызда ештеңеден қорықпай, жаңа бастамаларға қадам жасаңыз. Бұл күн сізге тек жақсылық әкелмек. Достар, егер жұлдыз жорамал сізге ұнаса, арнаға жазылуды, подписка, лайк басуды және пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл бізге үлкен мотивация береді және алдағы күндерге жұлдыз жорамалдарды үзбей алып отырасыз.